ортада өзгеріссіз әлі Жаннұр мырза және де Айдана. Ал енді сіздерге оралсақ, не істейміз? Нақты шешім. Ары қарай қалай жалғасады бұның барлығы? Иә, қазір жарнамада сөйлесіп жатырмыз ғой. Сонымен айтып жатырмын, Айдана, танысып көрейік әлі де. Себебі мен бастағаннан кейін ойлап жатырмын, енді ұнағаннан кейін Айданаға тағы сөйлесіп көрейік деп ұсыныс жасап көрейін деп жатырмын. Дегенімнен қайтпаймын деп жатыр, ал Айдананың берер жауабы? Жаннұр, кешір. Бірақ мен олай тез арада шешім қабылдай алмаймын. Менің тәнім сондай, мені ешкім өзгерте алмайды. Ал сен болса маған бағаннан бері давление көрсетіп жатырсың да. Қазір айт. Маған ол ұнамайды. Болашақта бұндай болатын болса, біз екеуміз ешқашанда бірге бола алмаймыз, ешқандай арақатынас болмайды. Мен негізі былай осы сөздер пайда болғаннан кейін біздің екеуміздің достық арақатынасымыз кішкене бір түрлі болып жатыр да, енді өз-өзімді бір түрлі жаман сезініп жүрмін. Түсінесің бе? Өзімді біреуді ренжітіп қойған адам құсап, мына жақтан ақтөре, ана жақта той көйлегін киіп алып, енді оттап жатыр да, сен менің жынымды келтіріп жатрсың деп бүйтіп жатырсың. Мен өзім сондай адаммын, ақтөре, тағы айтып қояйын, иә? Сенің қалай әркімге жабысып жүргенді мен айтып жатқан жоқпын ғой, дұрыс па? Бірақ мен қыз баласы болған, сен айтасың қазір, мен еркекпін, иә? Мен айтайын дегенім, мен өзім сондай адам, мен адамдарды жақсы көремін, мен сендердің барлықтарыңды жақсы көремін. Ол шындық. Тоқташы, айта кетейінші, той көйлегін киіп алып оттап отырмын ғой, жігітті сыйлайтын көрініп тұр. Былай айтайын, өздерің айтып отырсыңдар, біз Тоқташы, Ақтөре. Тоқташы, Жаннұр, мен саған айтайын. Жаннұр, сөйлеп жатырмын ғой мен. Диана ханым, айтайын дегенім, таныстық жалғаспайды ғой? Жоқ. Мен не дедім? Жоқ, вот дейсің ғой, енді Айдана айтып отырсың, жаңа маған құшақтасқан, сен айтып отырсың, құшақтасқанды айтпай қойын деп. Құшақтасқан ұнайды деген қандай сөз, өзің ойлашы. Сен деген бұл жаққа келіп, тұрмыс құруға келген қызсың ғой, мысалы. Құшақтасқан ұнаса, онда бәріміз құшақтасқан береміз ғой. Энергия тегін бізде, шын айтайын, құшақтаса береміз ғой, жақсы ғой еркектерге деген. Ал сен деген қыз баласы келіп айтып тұрсың ғой, құшақтасқан ұнайды маған деп. Диана ханым, өтініш. Ақтөре, қыз баласын кішкене сыйлаңызшы. Сіз просто қараңыз, Айдана оны айтқысы келген жоқ, маған құшақтасқан ұнайды дегеніңізде, негізі Айдана орысша сөйлейді өмірде. И кейбір ойларын дұрыс жеткізе алмайды. Оның айтқысы келгені, мен барлықтарын кәдімгідей бауырыма басып жақсы көремін. Ол солай айтқысы келді. Сіз алдыңызда ол сөзді прямой қабылдадыңызда, қазір неше түрлі сөз айтып жатырсыз. Осы бір тенденцияны шіркін ойсақ екен. Адвокат деген функцияны осы жерден алып тастасақ, өте жақсы болатын еді. Әрине, мен өз-өзіме жауап бере аламын, Ақтөре. Өзі аузымен айтты ма, өзі көтерсін, өзі анықтап, дұрыс ойын жеткізсін. Бұл жерде құрбы екен деп, дос екен деп, әрқайсыларыңыз бір-бірлеріңіз үшін жауап берсеңіздер, бір-бірлеріңіз үшін отырып үміткер қабылдаңыздар. Егер соншама бір-бірлеріңіздің күйлеріңізді, жайларыңызды ойлайтын болсаңыздар. Ортада Айдана ма, демек, әр шыққан сөзі үшін Айдана өзі жауап береді. Мейлі қазақша сөйлей ме, орысша сөйлей ме, ол бізді қызықтырмайды. Диана ханым. Иә? Мен айтып кетейінші, бұған тұрып кеткен себебім, мен аяқта жүрегім ауырып, Айдана танысайықшы, бітейікші деп алсам, Ақтөремен пікір таласып отыр. Сен айтпай қояйын, сені бітпей қояйын деп, Айдана. Мен тут өзімнің семен шарбамын шешуге келдім негізіші, а сен Ақтөремен, Ақтөре сен айтпай қояйын деп алсын. Сол себепті кім? Диана ханым, мен айтып кетейін, мен осы бүгіннен бастап өзім үміткерім қабылдаймын, маған уақыт тығыз, үйлену керек. Сол себепті құрметті үміткерлер, егер мені осындай қабылдайтын болсаңыздар, жақсы, әдемі, әзілге жақын. Керемет. Сондай, егер қабылдағыңыз келсе, маған келіңіз үміткер болып, маған шұғыл түрде үйлену керек. Ал ертең егер Айдана ойын өзгертіп, Жаннұр, мен барлығын түсіндім, арамызда расымен де достықтан бөлек әрі жоғары бір тылсым сезім бар екен десе, сіз не дейсіз? Енді Диана ханым, бүгінгі күннен бастап мен Айданамен дос ретінде де сөйлеспеймін, бірге постта салмаймын, қасына жақындамаймын да, ондай маған достық керек емес, шын айтайын. Жақсы, ал енді мына жерде пікірлеріңіз бар ма? Вот бағандан бері маған бір нәрсе жатсыздар. Бір ғана жоқ деген жауаптан. Мен саған бақыт тілеймін негізі, Жаннұр. Жаңа мен негізінен неге Ақтөреге жауап беріп кеттім да? Өйткені осындай тақырыптар ашылып жатыр, осылай маған сөз келіп жатыр, соның барлығы осы екеуміздің мына жерде сөйлеп отқан сөздердің кесірінен деп атқаным ғой. Вот, сол. Айдана, сіз өз үміткеріңізді күтуге дайынсыз? Иә, әрине.
мен өз үміткерімді күтемін. Менің талаптарым Айдананы да сай. ұнатсаңыздар, төмендегі сайтқа өтініштеріңізді толтырып келіңіздер. Әрқайсысы өз бақыт үшін күресуге дайын, бірақ енді дос та емес, жұп та емес, тек қана осы жерде отырған қатысушылар. Рахмет, Айдана. Жайғаса берсеңіз болады. мына жерде жанрға айтқым келіп тұр да, халықтың алдына шығып, барлығын бастады, гүл берді, сонда жігіттік сөзінде тұрған сол-ақ бағана деймін да, 5 күн жүрді артынан, бір-екі рет гүл берді, Айдана тұрды да, типа дос боламыз деп еді, все бәрін тоқтата салды. Маған осындай өзіне сенімсіз сөзіне до конца бара алмайтын жігіттер келмей қойыңдаршы, пожалуйста. Ойбай, саған келмейді ау. Ағарке, айтқаныңа рахмет, енді сіз айтып отырсың. Енді мен не істейін аяқта? 1 жыл дос болып жүрейін ба айтшы. Не істейін? 5 күн ғана сол артынан жүгірген, қызы бір рет бетін қайтарып тастап еді. Бір аптада бүткіл әлемді жаратылған Алла Тағала. Так что сен маған 5 күн деп айтпай қойшы. Хорошо. Шымылдық жабылсыншы. Жаңа үміткер ұзақ күтіп қалды өз кезегін. Барлығы үміткер бар қатысушылардан басқа үміткер қабылдауға дайын. Оның ішінде тіпті осы жерде барлығын шешіп, басын ашып алған Жаннұр мен Айдана да бар. Бірден айтайын, үміткер 2 жанның біреуіне келді. Ол я Жаннұр, я Айдана. Тіпті сыртта өз кезегін күтіп тұрды. Жауабы қандай болады екен? Егер осы жерден барлығы тоқтаса, мен студияға шығам, ал егер жалғасып жататын болса, онда мейлі, мен бүгін кетем деді. Бірақ жолы болды ма, сезіп келді ме екен? Таныстық басталмай жатып тоқтады. Өзіне сенімді әрі үйленуге асық Жаннұрды таңдады ме екен? Немесе Өзінше Айдананы. Жаннұрды тек қана дос ретінде қабылдаған Айданаға келді ме екен? Үміткердің таңдауы осы сәтте 5 минуттан кейін белгілі болады. Жарнама.